Семей қаласындағы Инноватив колледж мекемесі ПОУТ 22 тобына арналған мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәні. Пән оқытушысы мен Мақаева Алтынгүл Сапарбекқызы. Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің өтетін тақырыбымыз 24-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы қызметтік хаттар. Қызметтік хаттар іс қағаздарының көп тараған түрлерінің бірі. Қызметтік хаттар басқа кәсіпорындармен, мекемелермен әртүрлі мәселелер бойынша ресми байланыстар жасау үшін жүргізіледі. Қызметтік хаттар кәсіпорынның, ұйымның, мекеменің, жеке тұлғаның өзара негізгі байланыс арналарының бірі болғандықтан, ол мекемелер мен жеке тұлғалар мен хабар алысу құралы қызметін атқарады. Әртүрлі мәліметтер жіберуге, оқиғалар туралы ақпараттар беруге мүмкіндік береді. Қызметтік хаттар қандай да бір жұмыстың орындалуы туралы бір лауазымды тұлғаның екінші бір лауазымды тұлғаға жолдауы болып табылады. Қызметтік хат бір бөлімшеде дайындалып, қызметтік мәселелерді шешуге екінші бөлімшеге жолданатын құжат түрі. Қызметтік хаттар ақпараттық, бастамалық немесе есеп беру сипатында болуы мүмкін. Қызметтік хаттар мәтінінде көбінесе құрылымдық бөлімшеге немесе лауазымды тұлғаға қатысты іскери мәселелер көбірек баяндалады. Қызметтік хаттар арқылы алдын ала келіссөздер жүргізіліп, маңызды мәлімелер жасалады. Кәсіпорындар арасындағы қарым-қатынастар анықталып, талап-шағымдар айтылады. Ұсыныстар жасалады, өзара пайдалы ақпарат алмасу іске асырылады. Қызметтік хаттар ресми түрде мекеменің атынан жазылатын болғандықтан, мұнда қызметтен тыс мәселелер қозғалмайды. Әр хаттың өзіндік мақсаты бар, сондықтан ол осындай мақсатқа қол жеткізетін үлгіде жазылуы тиіс. Сыпайылық пен дәлдік іскерлік хабарлардың ажырамас бөлігі болып саналады. Маңызды мемлекеттік қайраткерге жазылған хаттардың мәнері әдеттегідей іскерлік хаттарға қарағанда ресми және құрмет білдіру сипатында болғаны дұрыс. Іскерлік хаттарды дайындау барысында мына жайды есте ұстау қажет. Хаттар арқылы олардың жазып отырған адамға ғана емес, оның артында тұрған ұйым да бағаланады. Нәтижесінде хат адамға немесе ұйымға жақсы бедел әкеледі, немесе керісінше болып шығады. Бүгінгі заман талабына сәйкес, құжаттық лингвистика мен іс қағаздар тілінде қызметтік хаттардың әртүрлі жағдаяттарға байланысты жазылатынын көптеген түрлері кездеседі. Қызметтік хаттардың түрлері. Қызметтік жеке хаттар, ұсыныс хат, ақпарат хат, ресми хат, жолдама хат, сұраныс хат, жауап хат, ескертпе хат, циркуляр хат, баяндау хат, кепіл хат, талап ету хаты, ілеспе хат, түсінік хат болып бөлінеді. Қызметтік хат қандай да бір жұмыстың орындалуы туралы бір лауазымды тұлғаның екінші бір лауазымды тұлғаға жолдауы болып табылады. Қызметтік хат бір бөлімшеде дайындалып, қызметтік мәселелерді шешу үшін екінші бөлімгеге жолданатын құжат түрі болып саналады екен. Ұсыныс хат белгілі бір ұйым басшысының жоғары тұрған басшылыққа қызметкердің жалақысын өсіру, дәрежесін көтеру тағы сол сияқты, немесе еңбек нәтижесінің тиімділігін арттыру мақсатындағы жеке қызметкердің ұсынышы жазылған хат түрі. Кейбір ұсыныс хаттарда үміткер қызметкерлерді белгілі бір орынға қызметке ұсыну жөніндегі басшыға ұсыныс жасай отырып, аталған қызметтердің сол орынға лайық екендігіне кепілдеме беру сипатында жазылады. Ұсыныс хаттың құрылымы, бланктік хаттың құрылымы, мекеменің толық аты, мекеме басшысының қызметі, аты жөні тегі, мәтіні, ұсыныс хат иесінің қызметі, қолы, аты жөні және тегі жазылады екен. Ескертпе хат. Ескертпе хаттың мәтіні қандай да бір іс-әрекеттің, шараның, оқиғаның жақындағаны, тездетілуі немесе мерзімінің өткендігі туралы хабар береді. Мұндай хат адресатқа жеке байланыс немесе телефонмен сөйлесу арқылы жауап ала алмаған жағдайда жолданады.
Ескертпе хат қандай да бір міндеттеменің не жүргізілген іс-шаралардың орындалу мерзімінің жақындағанын немесе өтіп кеткенін көрсетеді. Бұл хат өте қысқа болуы мүмкін және маңызды бір бөліктен ғана тұрады. Мұндай хаттар ескертеміз деген сөзбен аяқталады екен. Циркуляр хат белгілі бір мекеменің бөлімшелеріне атқарылған қызметтеріне байланысты тапсырма беру сипатындағы бір мезгілде жөнелтілетін хат түрі. Циркуляр хаттың құрылымы: бланктік штамп реквизиттері, мекеменің толық аты, мекеме басшысының қызметі аты-жөні тегі, мәтіні, циркуляр хат иесінің қызметі, қолы, аты-жөні және тегі жазылады. Ақпарат хат белгілі бір ұйымда, мекемеде алдағы уақытта өткізілетін қандай да бір шараға байланысты мәлімет беру, хабар беру мақсатында басқа мекемелерге жазбаша жіберілетін құжат түрі. Ақпараттық хат адресатқа қандай да бір факті немесе іс-шара туралы хабар береді. Көбінесе ақпараттық хаттардың көмегімен қандай да бір ұйымның қызметін өндіретін, өнімін шығаратын әдебиеттерін үгіттейді. Растау хаттары, яғни растау хаттары бұрын жіберілген құжаттың күшінде қалатынын хабарлайтын, берілімдерді аударым тағы басқа алу туралы хабар. Хат қандай да бір фактіні, іс-әрекетті, телефонмен сөйлесуді растайды. Бұл хатта растаймыз деген сөз болуы міндетті. Ілеспе хаттар адресатқа хатқа қоса жіберілген құжаттар туралы ақпарат беретін құжат. Ілеспе хаттарды жасау ұсынылып отырған құжатта қандай да бір түсінік немесе қосымша қажет болғанда ресімделеді. Осынау уақытын көрсету, кешіктіру себептерін түсіндіру және тағы басқа. Хат жібереміз, қайтарамыз, ұсынамыз сияқты сөздерден тұрады және жіберілген құжаттың тақырыбы және іздеу белгілері, күні мен нөмірі көрсетіледі. Хабарлама хат өзінің стилі бойынша шақыру хаттарына және ақпараттық хаттарға ұқсас. Нақты адресат үшін толтырылады және сұрауға жауап болып табылады. Ол хабардар етеміз, сіздің назарыңызға ұсынамыз деген сөздер арқылы жазылады. Одан әрі қандай да бір фактілер көрсетіледі. Жарнамалық хаттар ақпараттық хаттардың бір түрі болып табылады. Нақты адресатқа жіберіледі және жан-жақты сипаттамасы, жарнамалап отырған тауарлары мен қызмет көрсетулерінің бағасы көрсетіледі. Жарнамалық хаттардың мақсаты адресаттың ұсынылып отырған қызметкерлеріне қызығушылығын арттырады. Хаттың мәтіні нақты, анық және толық ақпаратқа ие болуы тиіс. Мұндай хаттар автор ұйымының мекен жайы бөлек көрсетіледі. Шақыру хаты адресатты қандай да бір жүргізілетін іс-шараларға қатысуға шақырады. Нақты тұлғаларға, сондай-ақ мекемелерге жіберіледі. Хат қатысуыңызды өтінеміз, сізді шақырамыз, біз сізді шақырғанымызға өте қуаныштымыз және тағы сол сияқты сөздер арқылы жазылады. Шақыру хатында жүргізілетін іс-шаралар сипаты беріледі. Өтетін мерзімі, нақты уақыты көрсетіледі. Бастама хаттар бұл жауап талап ететін хаттар болып табылады. Осындай хаттардың көпшілігі қандай да бір мәселені шешуді өтіну, ұсыныс, сұрату болып келеді. Бұл хаттың ең көп тараған түрі болғандықтан оның тақырыбы алуан түрлі. Оның сипаттамасы қойылған мәселенің оң немесе теріс шешілуін білдіреді. Кепіл беру хаттары ондағы міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ететін құжат түрі. Бұл хаттарда ақы төлеуге, өнімді немесе оның қандай да бір бөлігін өткізу мерзімдеріне кепілдік беріледі. Кепілдік беру хаттарының жоғары құқықтық функциялары бар, сондықтан да хаттың мәтіні анық және нақты болуы тиіс. Коммерциялық хаттар келісім шарттар және оны орындау кездерінде жасалады. Олар сатып алушының тауарлар, қызметтер туралы жан-жақты ақпарат беруін өтіну және тауар жіберуге ұсыныстар, сатушылардың жауаптары, жарнамаға жауап, кредиттік хаттар болуы мүмкін. Шетелдік әріптестермен келісім шарт жасау кезінде кредиттік хаттар пайдаланылады. Онда сатушы алушының банктік валюталық есептік шотының нөмірі мен сатып алушының тауарлар мен қызмет көрсету үшін ақы төлеуге берген банкқа кепілдігін
көрсете отырып кепілдік беру хатын сұрайды. Жауап хаттар. Бастама хаттардың сипаттамасына байланысты болады. Өйткені оның мәтінінің тақырыбы белгілі бір бастама хатта қойылған мәселелердің шешу сипатын жазуға болады. Ұсынысты, өтінішті орындауды қабылдау немесе одан да бас тарту. Жауап әрқашанда анық, қысқа болады. Қандай өтініштер қанағаттандырылады? Өтініштердің барлығы ма, қашан, қай мерзімде екені нақты жазылуы керек. Ұсыныстан бас тарту дәлелді болуы міндетті. Түйіндей айтқанда, қызметтік хаттар құжат айналымында жиі қолданылады. Қалыптасқан мазмұндық құрылымдық жүйесі бар, өзіндік стандарттық тілі, бірліктерге ие, іскери мәселелерді баяндайтын іс қағаздарының бір түрі екен. Енді осы тақырыпты конспектлеп жазып болғаннан кейін құжат үлгілерін жазып параграф арқылы маған жолдаңдар. Сау болыңдар.